Армысыздар, ардақты ағайын, 2026 жылғы маусым Жайдарман топ ойындары екінші кезеңде 21 команда өнер көрсетті. Бүгін Жайдарман талқы аясында мен есімім Мерей, және сонымен қатар осы бүгінгі қонақ сарапшыларымыз Жайдарман ардагерлері сахнаның талай шаңын қаққан Алдан мырза және Сырым мырза. Сонымен қатар Жайдарман сарапшысы Арман мырза бүгін өз пікірлерін білдірмек. Біз бірден үш топтың екінші кезеңдегі қатар өнер көрсеткен апталар бойы үш топтың біраз командасын қамтимыз. Сондықтан бірден негізі жүйесі бойынша бірінші топтан бастағанымыз жөн деп ойлаймыз. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Барлық ойындарда өздеріңіз көрермен болып, көзайым болдыңыздар деп ойлаймыз. Ендеше салыстырмалы түрде осы үш топтың ішінде ауырлауы мүмкін бастамасы болғандықтан бекен көрерменге өтуі жағынан тағы басқа жағынан сәл-сәл ақсаңдаған топ жайлы айтайық. Ашығын айтқан кезде бірінші топтың 7 командасы. Енді бірінші топтың 7 командасы деген кезде енді біріншіден бірінші топ ауырлау болды, көрерменге өту жағынан дегенге оғанда мен басыбайлы келісе алмаймын. Себебі енді командалардың бабымен бағына келетін болсақ, былай шыққан кезде бірінші топта көп команда құрбан болып кетті. Үш ойынның да қорытындысымен қарайтын болсақ. Сол себептен де енді және енді жаңа Сырыммен де талқылап отырмыз. Бұл топта ерекше енді мен үшін де шынымен де оларды жеке танитындығым, немесе олардың Жайдармандағы ойынын, олардың Жайдармандағы тәжірибесін, жалпы Жайдармандағы потенциалын көргендіктен емес, жалпы алған кезде осы бірінші топтағы ойынның өзінде олардың әлі айтары бар екен көргендіктен кейін анау айт командасына шамалы обал болып қалған сияқты болып сезінем. Жалпы бұл менің өзімнен. Жалпы басқа командаларға келетін болсақ, Самал 3 өз деңгейінде, өздерінің стилінде, жалпы өздеріне тән. Самал 3-ті ешкіммен шатастырмайсың. Самал 3-ті қай жерде де Самал 3 болып қалады. Сол себептен де өздерінің деңгейімен келді. Және Самал 3-тің маған ұнайтыны өздерінің мына былай айтқан кезде бір көрінеу бруталдығының астында кәдімгідей өте әдемі бір жаңағы орысша филигранно дейді ғой, сөзбен де солай ойнай алады да. Сол екеуі ұштасқан кезде бір өзіндік бір кәдімгі бір сиқыр пайда болады команданың. Татьяна құрамасы, маңғыстаулық команданың Татьяна деген аталуының өзі ақ уже бір сол жерден ақ өзіндік бір езуге күлкі ұялатады. Бірақ дегенмен де командаға әлі өсу керек сияқты, командаға әлі де жетілу керек болатын сияқты. Менің ойымша жалпы енді бір ғана менің көңілімнен шықпағаны ол бұл топта қтж құрамасы болды. қтж құрамасы бүкіл құрамымен жай ғана реквизиттің рөлін ойнады. Ойнап берген тек қана Пішем мен Қайрат бүкіл команда. Фронтмені біраз сөзі болды. Фронтменнің өзі де ол жерде тек қана диспетчер есебінде жүрді. Ол тек жаңағы біздер енді КВН-де айтамыз ғой, распасовка дейміз, координация, распределениемен отырады. Болды. Бөлу, бір-біріне бөліп беру, жаңағы бірінен алып біріне сөздерді бөліп беру, жаңағы рөлдерді, акценттерді қою ғана болды. Ал биледі. Мүмкін команда құрамы керемет авторлар шығар. Содан кейін Нұрлы жол вокзалында артқы фондағы жолаушыларды ойнап берді. Енді сол себептен айтамыз да біздер енді, себебі команданың ктж деген кезде қазір егер ертең көргеннен кейін сұрасаңыз да, мысалы енді ойында эфирден көріп, мысалы бүкіл көрерменнен кейін ктж құрамасында не ұнады десе, мен сөз айтар едім, Қайратпен сол Пішемнің ойнаған шуткаларын ғана айтып береді сіздерге. Солар ғана болып отыр. Маған бірінші топтан өзім үшін тағы бір жаңалық болғаны ол Европолистің деңгейінің өскені болды. Европолистің жалпында соңғы жылдары мен әлі бір шамалы кей кездерде бір қол үзіп кетіп жатсам да, бірақ көбінесе ең болмаса интернеттен болсын, интернет кеңістігінен болсын қарап жүруге тырысам. Сол себептен де Европолистің де осы ойындарын бір-екі рет өзім көрдім, бір-екі рет демен бір шама рет көрдім өзім. Соған қараған кезде осы жолы кәдімгідей өсу де байқалады, жалпы алған кезде тәжірибе де байқалады. Маған субъективті түрде менің өзіме өткен команда болды ол. Сондай болды. Бірінші топтың ең бірінші бастаған солар ғой. Сол себептен де жалпы өзімнің ойым солай болды.
Бұл топтан минус бір команда өтпегенін еске салайын, яғни төртеу емес, үшеу ғана өткен. Біреуі Әуезов құрамасы бар, оның ішінде кино афишаларын алып шыққан. Мен Алдан ағамен толықтай келісемін. Ана Уайт андай айтады ғой, үлкен ересек адамдардың өмірде болып жатқан әзілдерін көрсетті, бытовой юмор дейді ғой. Соның барлығын көрсетті, маған ұнады, мен күлдім. Бірақ мен түсінбегенім, неге үш қыз стоячий стильде ойнайтын үш қыз нудный әнмен шығып ойынды ашып жатыр. Мен соны түсінген жоқпын деген кезде. Мен ойладым, қазір артынан бір нәрсе бабақыт етемін. Жоқ, ондай да болған жоқ. Просто на мясо. Ашық айтқанда осылай. Да, на мясо. Осылай да, жарить ете салды. Негізі әзілдер өте күшті болды, качественный әзілдер көрсетті. Білмеймін, қазір енді поколение, Z поколение деймі қазіргілерді. Мүмкін оларға кім ұнайды, ем бұнады, мүмкін оларға КТЖ ұнады қайраттары. Бірақ маған үйленген ересек, еркек сияқты, үш баланың әкесі ретінде маған Ана Уайт. Тек ұнамаған неге бірінші болып шықты, мен соны түсінген жоқпын. Екінші болып Татьяна шықты. Әрине Татьяна залға кірген жоқ. Негізі Татьяна өздері кез келген нәрсені продавливать етіп тастайтын команда ғой, өздерінің юморларымен. Бірақ олар Ана Уайттан кейін кірген жоқ. Ана Уайт спат берді, олар да соответственно спат кетті бұл жерде. Үшінші Әуезов енді премьер-лигада енді көрдік оларды. Үй тапсырмасын қалай әдемі ойнады финалда, мысалға бәріміз білеміз оны, керемет үй тапсырмалардың бірі болды. Келді, сол опытпен келді де олар, өздерінікін ақында апандай. Олар төбелесе берсін, біз мына жақтан өткетейік деді, технично келді де, мына жақтан өткетті ғой, кім Әуезов, одан кім шыққаны есімде жоқ. Самалыш енді олар. Самалыш олар бұл ойынды ұпай бойынша. Тәжірибесі мол, енді мына ойында жоғары лигада ойнаған командалардың аздан бірі солар ғой. Опытпен өткетті, және де олардан кейін шыққан КТЖ-дан қайрат шыққаннан кейін әрине көп нәрсе күтесің. Сосын біздің замандасымыз Пішен шықты. Пішеннен де мен өз басым жаңа шыққанда да айтамын, сен не істеп жүрсің, бірақ жұмысын ғой деймін, түсінесің де бәрін. Дегенімен ойынды жасаған қайрат пен Пішен. Бұлардың қателігі бұл жерде, көріністері. Бұлар жуалда қайрат Хатикон ойнады, соны үй тапсырмасы қылып қоя салдандай. Особо париться не хотели, давай осыны қоя салайық деген сияқты болды. Пішен келді, жай ана ит бар ғой, соны бүйтіп қоя салайық, давай да осындай. Біздің КВНщиктардың мынандай несі ғой, халтуритет жеретін варианты ғой. Сол жерден олар кішкене қателесті, сол жерден олар ұшты. Ары қарай ең обидно ембі. Ембі негізі өсетін көздерінде оты бар команда. Оларға жаз десен жазады, тұр десен тұрады, отыр десен отырады, өте послушный, дисциплинированный команда негізі. Бұлар негізі өту керек еді. Менің мына жердегі недовольствием, мына топ, үш топтың ішінде бірінші топ ең слабый емес, үшінші топ ең слабый. Ең слабый үшінші топ. Бірінші топ. Ұпай жағынан, бірақ статистика бойынша ұпай жағынан себебі салыстырмалы түрде бағалады. Және де қазылар алқасының бәрі 5 адам ауыса берді, бір адам отырған жоқ қой. Бұл жерде Қанат қана болды, Ғалым қана болды, сосын Тикитонның жаңа кім деген ияна қыз, то есть біреу ауысып отырды ма, получается жоқ. Қанат 2 ойында болды, біреуінде болған жоқ. Бірінші топта 3 қазы отырып, 2 ауысып отырғандай болды шамамен. Сондай моменттер бар, сондықтан да менің өз ойым, егер Есен аға бізді көрсе, алдағы уақытта Есен аға үлкен кісілер болып, бандай күлетін команда болса, ол Ана Уайтқа күледі. Енді осы орайда сөзіңізді бөлейін, 2013-2014 жалпы 2018 жылдарға дейін жалғасты. Жоғары лига басталмас бұрын 20 команданың тізімін көреміз. Сол жерде бір фаворит командалар болатын, осы финалға дейін жетеді ау деген. Биыл жалпы ондай команда жоқ. Өткен жылдың финалистері де жоқ сезонда. Тусанның ішінде бір әңгіме бар, ол Европолис. Міне бірінші топты бітірген. Европолис жайлы не айтасыз Сырмаға? Мен Европолисті финалға барады деп өз басым дәл қазір айта алмаймын. Дежавюді айта аламын. Дежавю халықтың сүйіктісі. Өйткені 4-ші маусымда, биыл 3-ші маусымда жоғары лигада өз опыттарымен өтеді олар. Европолис бірде бар, бірде жоқ, бірде бар нестабильность оларда. Егер де дежавю сияқты стабильно келе жатса, онда әңгіме жоқ. Бұларда нестабильность. Кинорум жайлы көрініс қойды, қанаттасқанды алып шыққан кезде. Осы Европолис.
бірінші кезеңде бірақ Европолис жақсы көрінді. Жаңа өздерінің типажный актер бар болды, бірақ бүгін Европолисқа не болғанын білмейміз. Бірінші кезеңдегі Европолисті көре алмадық бүгін. Дайындық жоқ. Менің Таза көрінген сол болды Европолисте. Менің ойымша андай командалар бүйтіп қарады да, бізге мына шуткалармен багаж траст етпей қойып, былай ойнасақ та өтіп кетеміз. Ол да бар. Демек өз тобын бағаламады дегіңіз келіп тұр ғой. Бірақ Жоқ, өз тобын бағалаған жоқ емес. Өз тобын олар жалпы тактикалық тұрғыда олар дұрыс бағалап тұр да, ол дейтін. Біздер жай жаңағы былай айтқан кезде екі шайдың ортасындағы әңгімемен ақ біздер өтіп кетеміз деген әңгімемен олар таза бағалап отыр олар дейтін. Бірақ бұл жердегі мәселе сен оны солай жасауыңа болады. Мысалы әлсіздеу әзілдер, мысалы проходящий әзілдер дейміз ғой, мысалы ортадағы ешкімнің есінде қалмайтын чисто тычка сондай нелермен отырады, я болмаса чостың өзін бір шамаға дейін езіп сонымен өтіп кетуге болады. Бірақ оның бәрін залда отырған залда отырған көрерменге сапалы беру керек. Осы жағынан менде Европолиске сұрағым бар. Мысалы айтқан кезде жарайды, мысалы манағы жерде бәрі ойлады енді импровиз деп, жаңағы импровиз деді, соңында бәрін айтып келіп қанаттың атын қайрат деген кезде де бәрі оны солай ойланған шығар деп келтіріп ойнатып жіберді. Бірақ негізі шынында да шатастырып алды атын қанаттың. Болып тұрады. Жарайды, қанатқа рахмет. Осы жерден отырды, ол одан сайын ойнатып негізі Қанат ағаның андай осы ұзақ сөйлеп адамды жалпы жетер жеріне жеткізіп мақтап әкеліп осылай нететін бар ғой. Мен шынымен де ол дайын нәрсе деп ойладым, ол импровизация деп ойлаған жоқпын негізінде. Қанаттың сөздік қоры мол, әдеби кітап. Мен ойладым сол Қанат ағаға жасалған подкол шығар деп бұл ше. Жоқ, мен Қанат туралы айтайын, енді мен Қанатты қатты жақын танымаймын, бірақ өзім көзқарасым әдеби кітаптарды көп оқыған. Біздің Қазақстанның жайдарманшыларының ішінде аздан бірі Қанат. Сонымен болады да, мысалы, сосын менің бір айтатын мәселем бар. Бұл сезон меніңше нақты жаңағы болжам жасайтын, бір фавориттерді белгілейтін маусым болмайды. Осындай маусым кезінде ұмытпасам 10 мен 11-дің ортасында болды. 10 мен 11-дің ортасында болды. Аралас чемпион болатын кезде оны мана Ғалым екеуміз де осы бір-екі ауыз әңгімеде талқылап қалдық. Сол кезде как раз осындай бір ауысу болды. Өлара кезең ғой. Өлара кезең болды да. Ол жерде аю қонжықтары да бір полуфиналды қатты айыр жерде келді, финалға сондай. Жерұйық келді, дәл сондай настроймен. Жерұйық келді, нелер келді. Сонымен сезонға келген кезде премьеркада жандырып келген командалар отырды, наоборот кейін қарай премьеркеге кетіп қалды да, ол премьерканың өзінен алған командалардың өздері. Сондай бір не болды? Соның ішінен, бірақ маусымға келген кезде соңына дейін кім чемпион болатынын нақты ешкім біле алмай отырды. Сол кездерде мысалы. Биыл да сондай чемпион, сондай бір маусым болатын сияқты. Енді оны да көреміз енді мысалы. Ең бір нәрсе, ең бір жаңағы қызықтысы сол ғой. Қызықтысы сол, бір жағынан енді неблагодарный нәрсе біздер үшін ол осындай сарапшы болып отырып сондайға болжам жасау да. Ең бастысы себебі былтырда да мысалы былтырғы маусымда да біршама біздер болжамдар жасадық, айттық, нелер келтірдік, бірақ оның бірі де шыққан жоқ. Осылай әртүрлі. Себебі жаңағы былай айтқан кезде әрбір ойын сайын ситуация өзгереді. Сонымен қатар біздер бірақ жасап отырғанмен де, біздер болжам жасағанмен де ол жерде команданың өзінің тактикалық өздерінің жоспарлары сол мәселе болу керек та. Мысалы жаңағы айтқандай, мына Сырым да біледі, оның бәрімен де команда не істейді? Багаждың бәрін жинайды, сезонға өлшейді, сонымен келеді, сосын отырады да, мысалы міне мынаны мен полуфиналға қалдырам, мынаны мен жаңағы ширек финалға қалдырам, мынау өтсем бұйырса финалға деген әңгімелермен тұрады. Сондай болды да, мысалы сөйтіп алып келеді. Бірақ жаңағы айтқан кездегі бөліскен кезде мысалы жаңағыдай сен бір қатты өзіңе қиын топқа түсіп қалуың мүмкін. Сенің өзіңнің расчетың, өзіңнің есебің солай, бірақ сенің есебіңе сенің түскен мысалы кезінде жеребе болады, одан кейін редакторлардың ұйғарымымен шығарылады. Солай сенің тобың сәйкес келмей қалуы мүмкін.
оның да құрбаны болып кетесіз. Осы орайда мындай сұрақ қой, сіз айтасыз әзілдерін осылай сортировать етіп қойды, мынау жартылай финалға, мынау ширек финалға. Егер де здесь и сейчас осы әзілдерді салып әрі қарай өте алмай қалса, ертең ол әзілдердің кімге керегі бар деген әңгіме ғой. Ол да бар, ол да дұрыс, бірақ бізде қалай, мысалға жаңа екінші топта Мартөк құрамасы бар, олардікі стильдің связкасы болады. Мына сөзден кейін каламбурмен былай қарай алып келемін де темадан былай секіріп кетем деген нәрсе. Сол стильге сай сен маусымға дайындаласың. Егер де сен жаңағыдей Созақбай, жаңағы тағы кім бар, Джеки Чанрақ, типичный команда болып ойнасаң жаңағыдей, онда әңгіме жоқ. Сен маусымға дайындалмайсың ол жерде. Сенде стиль жоқ өткен, сен типичный командасың. Сен көрерменің де есінде болмайсың. Егер сенде стиль болса, сен өзінің құрбаны да боласың бір жағынан. Алдынаға жаңағын айтты ғой. Екінші жағынан сен маусымға толықтай дайындаласың. Бізде осыға келеміз алда қазір. Ендеше, мен бір есіме түскен нәрсе, мына екінші актер есебінде қтж-ның Пішөн деген ардагер Жайдарманшыны шақыру себебі, мына Хатикоға жұп қылып екінші идеяны айылып ққан кезде, мына өмірде шын ескерткіші қойылған Атыраудағы халыққа көмектескен ит шынымен оның есімі Пішөн болғасын шығар деп ойлаймын, өмірде солай болып қаласын. Онда сіздің назыңыз анау айтқа қатысты сияқты бірінші топта, жалпы өзіміздің назымызда не пікірімізді осы топты қорытып жіберейік. Мен ойымша ұпай сандарын айтайын, сіздер келісесіздер ме, ұпай сандарымен келіспейсіздер ме, соны бір шолып өтсек болады. Татьяна 4,2, Анауайт 4,6, қтж 4,6, Ембі 4,6, Әуезов 4,8, Европолис 4,8 және Самал 3, 5,6. Бұл жерде енді үлкен отрыв бар десек болады ұпай санында Самалда. Енді Самал ойынды жандырған команда ғой, ол жерде олар әзіл берді. Олар өздерінің стилін көрсетті, олар әзіл берді. Енді қтж мен келесі командалар бір стильде, бір деңгейде өнер көрсетті деп ойлайсыз ба? 4-те 6 алатындай. 4-те 6 алатындай, мысалы Анауайт, қтж, Ембі, үшеуі бірдей болып тұр. Бұл жерде енді Анауайт пен Ембіні мүмкін, бірақ екеуі бір-біріне салыстыруға келмейтін командалар. Бұл жерде екеуінің ойынға да, әзілге де, екеуінің әртүрлі. Стильдері де әртүрлі, ойындары да әртүрлі, әзілдері де әртүрлі. Бұлардың бірақ. Бұл жерде шынымен де жаңа сырым айтқаннан кейін ойланып қалып отырмын. Мүмкін Анауайт сол ойында ашушы команда болғаннан кейін, ойында ашушы команда міндетті түрде өзінің әзілдерінің эффектісінің құрмағанда бір 25-30% жоғалтады. Олар біріншіден. Сол себептен де сосын ойында ашушы команданы қойған кезде шынымен де ол рас ойында ашушы команданы көбінесе қойған кезде мысалы жаңағы драйвы бар, өзіндік бір залды бір көтеріп жіберетін, іліп алатын, осындай бір өзіндік бір жеңіл бастай алатын команданы қоюға тырысады. Мүмкін Анауайттың жаңағыдай енді сценарийін көріп тұрғандың өзінде де сол Анауайтқа бастатқаннан кейін мүмкін бірінші топта ұпай сандарының өте мынандай төмен деңгейде болды, мүмкін ол да әсер еткен шығар. Ол да мүмкін нәрсе. Себебі бұл жерде жаңағы айтқан кезде әрбір көңілдің иірімі деп отырамыз ғой, мысалы бір любой бір нюанс, любой ненің барлығы да ойын ойнап кетеді бұл жерде. Сол себептен де ол да болуы мүмкін. Бұл жерден ешкім кінәлап отырған жоқпыз, енді болып кеткен жағдай, бірақ дегенмен де қосымша жолдама ұпай бойынша берілді ғой. Қарабау басқа топтан шығып кетті. Қарабау басқа топтан шықты. Мына топтың білмеймін енді қорытындылаған кезде айтатын шығармын. Қазір 4-6 емес, 5 беруге болушы еді үшеуіне де. Қайратта енді андай за заслуги Пішөн екеуіне бір 5 көтеруге болушы еді менің ойым. Енді осы орайда айтып жатсыз ғой, алдынаға қазір жалпы Жайдарманшылардың арасында да расстановкада бірінші қойған командаға әлбетте қиын, бірақ тарихта бірінші қойып сол команда чемпион болып кеткен мысалдар көп қой. Мысалға 2025-те Ақбұлақ шықты, бірінші ойнады, чемпион болды деген сияқты. Енді Семейде бар сонда, мен сен айтайын. Иә. Есеттер прям сұранатын, біз кірейікші. Ол бірнеше конкурс қой ол жерде, бірақ. Көрінді, ол ситуацияға байланысты біріншіден. Екіншіден? Ситуацияға да байланысты бір. Екіншіден, былай шыққан кезде ол команданың потенциалына да байланысты, мысалы, қарап отырған кезде. Кейбір командалар болады, мысалы, сонысына ештеңеге, мысалы, енді сырым біледі, КВН-нің ішінде біздерден арымда көп. Командалар бір-бірін іліп әкетеді дегендей
расстановкада, иә? олай да қояды. Мысалы, бұл жерде егер себебі расстановканы, мысалы, егер расстановка жеребе емес былай қойылатын болса, бұл жерде сөзсіз бұл жерде редакторлардан бір асқан шеберлікті және бір түйсікті қажет етеді. Себебі сен әр командадан кейін қай команданың тіпті әр команданың мына шуткасы мына команданың мына шуткасынан кейін жақсырақ береді. Осы бір-бірін сабақтастырып алып кетеді деген сияқты олар редакторлар бұл жерде түгел команданың сценарийін емес, олар түгел ойынды көру керек болады бұл жерде. Мен мысалы енді бұл жерде айта берсе болады шығар, мысалы осы 2025-тің финалын көрген кезде мен енді қазір вице-президент қой, бірақ сол кезде редактор болып отырған Рамазаннан сондайға бір талпынысты көрдім, және сол талпыныстың өзін мысалы ол ойлағандай болмай шықпай жатқанына кәдімгідей өзінің мықты уайымдап ана жерде бір үлкен бір неге толғаныстарға түскенін өзім қасында отырып алып көріп отырдым да, сол себептен де осындай бір түйсік, осындай бір өзіндік бір сезімі бар редакторларға да бұл өте үлкен жауапкершілікті қажет ететін нәрсе. Егер редакторларға расстановканы қою керек болатын болса, редакторларға бұл жерде үлкен жұмыс қажет болады бұл жерде кәдімгідей. Енді екінші топқа өтейік. Екінші топқа өтейік. Жалпы бұл бірінші, екінші, үшінші топтың ойындары негізі арасына бір ұзақ апта салмай шығып жатыр. Онысы Freedom Up қосымшасына және YouTube-тан екеуінде қатар кезектесіп шығып жатқан атап өтейік. Екінші топ бастаған ұстаздар командасы. Ұстаздар құрамасы екінші топта құрбан болып кетті. Барлығы құрбан болады. Жоқ, бұл жерде емес. Қазір біз үшінші топқа келеміз ғой. Сол кезде айтамыз, неге кім құрбан болып жатқанын. Неге кім құрбан болды, неге кім құрбан болмаған деген. Мысалы, ұстаздар құрамасын бұл жерде мен мысалы шынымды айтайын, жалпы енді өзім жайдарманда тәжірибесі бар адам ретінде мен мына мамандықтан шыққан нелерден командалардан былай шыққан кезде бір өзіндік бір скепсиспен қараймын оларға. Себебі бұлар жаңағы біздер мысалы мәртөкті айтып отырдық қой, стильдің олар енді стильдің енді құрбандар дейік. Мысалы олар бір стильді ұстады ма, мысалы сол стильге өздерінің жаңа беріктігін көрсетеді, соның айналасында жүреді. И мысалы бір белгілі бір мамандықтан шыққан кезде командалар бір мамандардан құралған командадан кезде олар да сол мамандықтың аясынан шыға алмайды. Бірақ ұстаздар жалпы алған кезде енді олардың ішінде ұмытпасам менен құрдас, менен үлкен адамдар болған сияқты. Сол себептен де оларға мысалы қазіргі жастардың темпіне, жастардың мына ырғағына, соның барлығына ілесіп кететіндей ойын көрсете алуы, ол өте кәдімгідей көңіл қуантты да, шынымен де бір үлкен сыйлауға тұратын бір үлкен қадам. Бірақ олар құрбан болған кезде олар бұл жолы бірінші шыққанның құрбаны болған жоқ. Олар бірінші шыққанына қарамастан өзіндік жақсы кәдімгідей темп берді. Олар таза берді. Топтың құрбаны болды. Мен деген осы топқа қарап отырып, ойын біткеннен кейін осы жетеуін де алса ғой деген өмірімде олай ойлаймын деп ойламаппын. Жетеуін де алса ғой деп ойлаппын негізі. Өткенде мен терминатор әзілдерде, сосын жалпы мұғалімдердің өздері күлкілі образдары бар екен, бір практикант ағылшын, біреу күзетші деген. Негізі бұл маусымда ашылатын образдар менің ойымша. Әлі алдағы уақытта ашылушы еді. Бұларда бір жақсысы кәдімгідей әрқайсысының ұнағаны жаңа шынымен де әрқайсысында образ бар. Әрқайсысында өзіндік бекітілген образ бар. Причем образ болған кезде күзетші деген кезде де күзетшінің өзіндік образы бар мысалы. Жаңағы дінтанушы ағай бар, бір дінтанушы ағай бар. Мысалы Ресейде ондай команда болды, ИП Бондарев деген. Ішінде охраннигі болды, бухгалтері болды, бастығы болды. Аздап Снежногорскқа ұқсай ма? Снежногорск олар үлкен кісілер болғаннан кейін ұқсатады. Мен де жаңа ойланып қарадым да, қайсысына более схожи. ИП Бондаревқа. По тематике ИП Бондаревқа келді. Мамандандыруына байланысты жаңағы. Бірақ ИП Бондаревта көрдіңіз бе, 2-3 ойын жаңағы любовница соғып шығады, анау елі болып мына жақтан звондайды. Ашылды да, халықта күтіп отырды екінші ойында не болады деп. Біз бұларды күтіп келесі ойында енді көре алмаймыз енді. Негізі алуға болатын командалардың бірі. Жақсы команда. Енді осы орайда ұстаздардың беделін негізі көтерсе жаман емес еді жайдарманда.
Осы орайда енді аға бар, сіздер бұрынғы мектептің өкілі болғаннан кейін бұрын жалпы бұндай стильдер болмайтын. Қазір жайдарманның командаларының стилі разнообразны. Әркімнің өзінің стилі бар және әр қайсысы әр түрлі. Енді осы орайда жайдарман жақсы жағына қарай өзгерген ғой, стиль жағынан. Мысалға арнайы әділет үшін Рудный, бүгінгі жоғары лигада ойнап жатқан командалар қарасақ, әрқайсысы әртүрлі, бір-біріне ұқсамайды. Демек классикалық үлгіде ойнайтын командалардың саны азайды. Жаңа Сырмақ айтпақшы, Жаки Шаңырақ сияқты командалар сақталды және олар сақтала береді. Бірақ енді осы стиль, жалпы жайдарман осы стильді ұстанып келе жатқан дұрыс па? Командалар осындай стильдер әртүрлі жазғаны, бір-біріне ұқсамауы. Өткен маусымда осы сұрақты қойсан, дәл осы жерде мен айтып едім, иә деуші едім. Биылғы маусымда ойынды көріп, однотипный деймін. Көп командалар однотипный. Былай айтқан кезде мына неде енді біздер КВН дейміз ғой, мысалы біздер жайдарман дейміз, КВН дейміз. Мысалы жайдарманда, КВНде мынандай бір сөз бар. Жалпы әлемде оригинал түпнұсқадағы шамамен 700-дей әзіл бар дейді. Қалғанның бәрі вариация дейміз біздер. Қалғанның бәрі вариация дейміз мысалы біздер. Ол шынымен де солай. Сен мысалы ол себебі әзілдердің өздері де өзіндік бір формуласы бар, өзіндік бір тәсілдері бар, өзіндік бір әдістері бар әзіл жазудың. Мысалы енді сөйтіп келеміз, мысалы енді жаңа кезінде біздер ширатуға резинка дейтін жазатынбыз біздер. Ол кез келген жерге келе беретін универсал жауаптар да, мысалы оның бәрімен сеніп отырмын. Ол да мысалы вариацияның біреуі. Сондайлармен келіп шығады да, сонымен келген кезде. Бұл кісілер кезінде резинка деді, ақаз оны рефрент. Дежавю көрсеткен рефрент. Сонымен айтамыз, мысалы енді сөйтіп келген кезде олай қарайтын болсаң, мысалы жаңа енді ол қуантады командалардың әртүрлі стильге бойыруы, мысалы әртүрлі стильді. Екіншіден бір жағынан қарап отырасың, мысалы кез келген жаңа стильді көрген кезде жайдарманнан расымен де осыны қайдан көрдім деген сұрақ бірінші туады. Кімнің стиліне келеді? Жаңа айтқандай, мысалы енді ұстаздарды қарап отырмыз, ИП Бондаревна айтты, біздер Снежногорскті айттық, мысалы сондайға келеді. Мартуқты қарап отырмын, Мартуқтың да өзінің ойыны бар. Мартуқтың өзі кезіндегі прибалттардың ойына келеді. Мысалы мен прибалттардан ондай мен каламбур күтпейтінмін. Өздері кәдімгідей жай сөйлейтін нелер, халықтың өкілдері ондай бір кәдімгідей каламбур, причем на месте ойнайтын каламбурдарды мен күтпейтін едік те. Бірақ олар именно Рига солай шығарды, мысалы сол кезінде. Сондай мысалы түрлі нелер болады, бірақ ол плагиат деп айтпаймыз. Оны мен ешқашанда мен плагиат дегенге келіспеймін. Мысалы кейбіреулер вот соның несі плагиаты, содан көшіріп алған, одан көшіріп алған. Бұл жерде жаңағы мәселе туады да, мысалы мен сырымдарға кезінде Әділғазы болып отырған кезде айтатыным, сырымдар келеді айтады, біз жизан ойнап жатырмыз дейді. Біз өмірдікін әкеліп жатырмыз дейді. Мен айтамын, сен өмірдікін әкеліп жатырсың, дұрыс. Бірақ өмірдікін сол күйінде алып келгеннен ол әзіл жазған болып есептелмейді. Онда сенің еңбегің жоқ. Мен айтам, біз дендік қой, біз соны мынау күлкілі болады деп алып келдік қой деймін. Мен айтам, сен оны өзгерт, сен оны дамыт, сен оны ары қарай әкелтір. Мысалы слон ғой ортасынан слон ғой бір жерге, оны бір абсурдқа апарып таста, вообще бір какой-то бір неге адамның миына сыймайтын. Мысалы енді кезінде мен білемін, мысалы есеттердің екі әзілден қиналып отырып алып екі әзіл шығарып, сол екі әзілді дамытамыз деген кезде екі әзіл дейтін целый сценарийға айналған кездерін білемін. Соны дамытқан кезде. Ол уже еңбек. Сол себептен де команда егер мысалы біреудің стилін алып, оны көшіргенмен де бірақ өзіндік бір қолтаңбасын қосты ма, ол уже еңбек болып есептеледі. Біз командалармен жылжайық, ары қарай. Ою тараз, немесе тіпті алға жылжып кетіп басқа командаларды қосып салыстырып айтсаңыздар да болады. Оюды мысалы енді екі қыздар командасы бірдей ұпай дегендей. Оюды бұл жерде еламан алып шықты енді. Оюды еламан алып шықты. Оюды бір қыздар ренжімесін, ішінде кереметтей бір жаңалға келіп отырған не бар деп айта алмаймын. Образда жаңалға келіп отырған бір керемет бір әзілде болды деп айта алмаймын. Тақиялы періштені қойды олар. Тақиялы періштені қойды, тақиялы періштеге әкелді. Бірақ бүкіл нагрузканың бәрін бұл жерде де еламан алып шықты. Еламан негізгі мағынаны да сол берді, негізгі маңызды мәселелерді де сол еламан айтты, және еламанның подачасымен бәрі керемет болып шықты. Сөйтіп ою өтті.
ою өтті соны. Негізінде Енді оюды бірінші топқа жіберіңіздерші. Бірінші топқа. қиын бол. Сол Ана Уайттан асып түспейді бұл команда. Ана Уайттан аспайды. Негізінде Еламанның жалпы сценарий бойынша оюда қателеспесем ойынға дейін проблема болған. Өйткені біз Еламанды Жайдарман продакшн парақшасын таныстыратын кезде айтты, ағай салмай тұра тұрасыздар ма? Неге дедім? Бізде мәселе болып жатыр. Демек редактурамен проблема болып жатыр. Еламанның қалуы қалмауы ол соңына дейін шешілген Енді мәселесі. команда маусымға келеді ғой. Маусым ашарға келеді. Өздерін көрсетеді. Біз Еламанды алдық дейді. Сол кезде редакторлар көрді. Сол кезде редакторлар бекітті. Мысалы, менде де өткен маусымға сұрақтарым бар. Екібастұз құрамасында кімдер ойнады ғой? Нұрсұлтандар, соңында барады, финалда Ақбұлаққа шығады. Бір түрлі нәрсе де. Амында редакторлар маусым басында бекітті ма? Болды. Соған сенеді ғой. Сен ойнау керексің. Мысалы, мен сол кезінде мысалы финалда жазған кезде, финалдың несі шыққан кезде, соған жаңа пікірлер, финалға шолу осы телеграм каналда сұраған кезде соны шыдай алмай кетіп жазғам. Арасымен де мысалы ойынға жұлдыздарды шақыру керек болатын болса, жұлдыздарды шақырудың нақты регламенті болу керек. Нақты регламенті болу керек. Жаппай шақырмай бәрі. Мысалы, былай шыққан кезде ренжімесін. Мен оның бір аса бір неден айтып отырған жоқпын. Бірақ факт есебінде айтайын. 2025-тің финалындағы Ақбұлақтың дамашкасы кешегі осы бірінші топтағы КТЖ-ның ойындай болды. Таза тек қана сыртқы ойындар. Сыртқы жұлдыздар, оны мойындау керек. Болды. Енді ары қарай өтейік. Бізде осы менің қайғым. Бұл команда махаббат станциясын көрсетті соңында. Қызықты команда, өте қызықты команда. Кино маусымында киноның стилін 2 жыл бұрын алып келген команда ғой, негізі Мәртөк. Бізде осы командасы. Өздерінің опыты бар, өте жақсы команда. Кейде қарап отырып ойлаймын да, мысалы енді жаңа ойдан ой кетеді ғой, мысалы кино маусымы деген кезде, осында кино маусымы болған кезде, мысалы енді қазір енді олар енді немен алып кетеді, жаңағы опытпен алып кетеді ғой. Бірақ қарап отырсаң, ең бірінші басындағы сезонды бастауымен биылғы қазіргі несімен сол деңгейлес күйінде бізде осымен нені Казгу ұлттық құраманы жіберсе қалай болады екен деп ойлаймын да. Кейде мысалы екеуі де мысалы вот именно осындай сюжетке неге мықты нетеді и ойынға да жақсы нелер да. Мысалы ұлттық құрама енді олар біздің кезде ойнаған командалар ғой. Олар бүкіл Жайдарманға үй тапсырмасын жазуды үйреткен команда. Ашығын айтқан кезде солай. Бекзат Дүйсенов, олар үй тапсырмасы қалай жазылатын жүйесін бәрін үйреткен Казгу ұлттық құрама. Но бір сезон олармен салыстыруға келмейді менің ойымша. Екі сезон олар мысалы 2 сезон ойнады ғой. 2 сезон ба 3 сезонға дейін келді. 2012 жоғары лига 3 маусым бойы STEM болса STEM, музыкалық үй тапсырмасы болса музыкалық үй тапсырмасы, музыкалық болса музыкалық, барлығын ситуационы басы аяғы бар сюжетпен әкелетін команда еді бұлар дейтін. Бәрі күлкілі. Еще күлкілі бұлар. Ностальгияға кетіп қалып жатырсыздар сіздер. Күшті прям добивать етіп әкеп береді. Олар үшін жоғары лигаға оралайық 2026 3 маусым финалисттер, олар лайықты. Проект SU мысалы түсінгенім бұлар 2 командамен қосылған ғой. Бұл Атланта SU, Алатау SU қосылған командалар. Бұл кісілер еще Ресейде ойнайды. Оған дейін де Алатау SU Ресейде ойнап жүрді ғой енді. Маған мен былтыр ұмытпасам былтыр олардың қайсысы Алатау SU қатысты ма, Атлант қатысты ма? Атлант қатысты ғой кезде. Атлант қатысты. Алатау оның алдында бірнеше маусым қатар ойнады. Атлантта қыз фронтмен болатын ортасында. Қыз фронтмен болды. Бұл жерде енді мен өзгеріс есебінде оң өзгерісті байқадым. Бірақ әлі сол нелері бар. Мына соңғы неге ойнайтын жаңағы мына жақта деп көрсетіп тұр, алақаныма жазып алғаным ғой деп ойнайтын бала. Сол баланы мен былтырда айтқам, әлі де сол күйінде тұр, өзіне сенімсіздігі бар. Ол баланыкі өте жақсы әдемі нәрселер береді, әдемі идеялар береді, көрініп тұр. Өзіндік, оның да именно өзінің стилі бар.
Причем стиль именно стиль у него жаңағы былайша айтқан кезде творчество. Ол потому что ол просто әзіл еще жаңағы ішіндегі действиеден де бірдеңе гондарды шығарып отырады да мысалы. Орынға келген кездегі мысалы енді көп ешкім байқап отырған жоқ. Күлкілі дүние. Бірақ анау дейтін енді сұмдық нәрсе анау дейтін бір былай маусымашар болсыншы. Иә. Разрыв қой. Разрыв внутряқты өлтіреді мынау дейтін. Бүгінгі залдың өзінде де сол момент өтіп кетті. Алматының командаларының ошибкасы сол ғой, олар внутряға келеді. Бірақ оның бір қателігі бар. Бір қателігі онда қателік емес, оның бір қасиеті бар. Иә, сипаты ғой. Сипаты ол жігітті әлі де сонысынан арылмаған, потому что сенімсіздік көзінен байқалып тұр. Ең бірінші тычкасы өтпей қалды ма, болды, ары қарай өтпейді. Өзі жоғалтып алады. Бұл жерде бір жақсысы бар, олар екінші адам алып келді, ар жақ. Иә. Мына жақ берік ойнатып жатыр, ар жақ берік ойнатып жатыр. Бар модель ана Рудныйға Еламаннан келген. Бірнеше адам таза сол модель. Бұлар Спарта туралы қойды, Спартаның соңында басты патшасы Леонидті өлтіре салды ба, бірден сөйлеп жатырмын ғой. Слом ғой енді. Күлкілі ғой. Күлкілі. Бұлар маған кішкене қыздар емес есіме түсіреді. Жаңағы обрывтарының барлығын Тұрсынбектің Олжасқа айтып жатқаны ғой, анау мен саған не бүйттім ба, сен бүйттің ба деген нәрселердің бәрі сол жаққа келгендіктен ол күлкілі. Неге өйттің қуасың ба деген. Әлі, значит, қыздар еместен юморы мына жаққа кірімді. То есть өтімді. Қарабау қосымша жолдамамен өтті. Бұл үш ойынның қорытындысы бойынша жаман емес деп ойлаймыз. Сіздер? Мен негізі ана екі қыздан Ольга Картункова бола ма деп едім. Бірақ соңында мен Забайкальский крайды көріп отырмын ба? Ой, Забайкальский емес, Бурятия, по-моему. Екеуі махаббатпен жүретін примеркада жүрді ғой. Соларды көріп кеттім. Но бірақ күлкілі, өте күлкілі, андай халыққа өтімді, жағымды. Өткен маусымда да ойнады. Ван Дам бұлардың қойғаны. Көріністері Ван Дам болды. Қарабау есімде қатты жоқ, шын айтайын. Ван Дамда. Қарамайкымен. В основном қыздар ойнады ғой, бәрін бычыт қылған қыздар, жаңағыдай аяғын қалай көтерді ана қыз. Өте күлкілі. Жалпы постановка есебінде мысалы постановка есебінде әдемі өтті мысалы. Ал текст ретінде постановка есебінде мысалы нелерді қоюы бүкіл нелердің барлығында да мысалы енді сол кезде Әділқазылар алқасында да мысалы актерлер отырды ғой, мысалы енді Қобыланды отырды. Сонымен Қобыландының өзіне кәдімгі әдемі өте өтті. Аналардың постановкасында кәдімгідей көрініп тұр да, ол дейтін бағалап отырған кәдімгідей жақсы деген әңгімелер кетіп. Және усилились. Бірақ мен енді қателестім деп ойлаймын, және соған сенгім келеді. Маған Қарабау сарқылып келе жатқан сияқты көрінеді. Бұлар кімді алды? Мынау Жаңаөзен жастар құрамасында ойнады. Ареке, Арман. Сол баланы алып, биыл кішкене жаңа форматта өздерін көрсетіп отыр. Негізінде оған дейін ол баласыз, және қыздар ұлдар болып ойнап жүрген. Қазір сол баланы. Жоқ, оны білемін, ол кезде мен өткен сезондағысын көрдім. Әке батыр. Қызықты енді, көреміз маусымда не болады. Көреміз қалай болатынын. Енді келесі команда ол Абырой Шымкент. Абырой бұл ойынның формал түрде жеңімпаздары атанды. Енді өткесін бәрібір шығар, кім 1, кім 2-мен өтті. Бірақ енді айту керек, екі фронтменнің конфликті негізге алып отырды тұтас ойын бойы. Және көшпенділер стилінде көрініс қойды. Күлкілі, өте жақсы. Алдына қайтып Абыройдың мен үшін мысалы Абыройдың күлкілігі в моменте. Абырой сол кезде күлкілі. Бірақ келесі команда қалай басталып кетеді, Абыройдың не күлкілі болған есіңе түспей қалады. Жалпы бұл менің өзімнің субъективті пікірім солай. Мен мысалы, мен Абыройға күліп отырдым бүгін. Абыройға кәдімгідей күлдім. Бірақ бүгін деп қоям ғой, мысалы, сол кезде мысалы күліп отырдым. Бірақ одан кейінгі команда шыққан кезде мен қазір есіме түсіріп отырсам, Абыройдың немен күлдіргені мен есімде жоқ. Жаңа екі фронтменнің бір-бірімен етіп жүргенін көрдім. Ол да жаңа айтқандай мәселеде менің мысалы кезіндегі сырымдардың менімен келіспейтін сияқты. Бұл енді менің субъективті пікірім болуы мүмкін тағы да. Қайтадан бұл жердегі как раз таки сондай нәрсеге келді сырым. Они показали жизу без приукрас, просто все тоже. Жизненное все принесли, жизненный да келді. Өмірлік. Мысалы енді өмірлік екеуінің арасына кикілжің сияқты қалап келді. Бірақ оны ары қарай ойнатқан жоқ. Әкелді мысалы, ортасында просто жаңа бүйтіп қосып жіберіп отыратын, енді былайша айтқан кезде
ауызекі жаңағы мынандай бір бастаңғы кешкі тек боқтаған жоқ в общем екі диалог болды боғауыз сөзсіз болды болды қалғанның бәрі ештеңе болған жоқ и заезжий нәрселерді жаңағы Есен ағаны ар жаққа барып сен немене деп тұрсың мен саған неме істеген нәрселерді жаңағы сондайдан басталды ғой сол линия көріністе де жалғасты ғой екеуі батыр образымен шықты да сен барсаң сен бар мен барам деген негізі абырой сол бұрынғы абырой болып қалды сол бұрынғы абырой андай өскен бірінші жерін көрген жоқпын сол бұрынғы абырой бірақ сол бұрынғы абырой бүгінгі топта ерекше болып өтіп кетті максималка халықты алда кетті иә жайдарман деген сол ғой енді сіздерге бір сұрағым бар осы орайда енді әлеуметтік желінің бір дамығаны ма бұрын иә сіз айтып отырсыз Қабылдан мырза қазір не көргенімізді келесі команданың уже выходында ұмытып қаламыз не үшін күлгенімізді ұмытып қаламыз бұрын жайдарман көрген кезде мысалға ол әл фараби қазақ ұлттық университеті болсын назар аудар болсын кеше көрген әзілді ертең таңертең мектепке университетке жатқа айтып береміз есімізде қалады не көргеніміз қазір мысалға ондай жоқ қазір ондай жоқ тиктоктағы не ма болмаса әзілдің көптігі ме өмірімізде әзіл көп болып кетті ма неліктен деп ойлайсыздар ол мәселе ода емес мысалы жаңағыдай айтайын біріншіден әзілдің форматы өзгерді жаңағы айтқан кезде жаңағы клиповый мышление дейді ғой себебі бұрындары мен сіздерге айтайын бұрын визитканың өзін ситуационно сюжетпен қойылатын болатын кездер болатын сәлемдесудің өзі целый сюжеттің айналасына қойылатын сәлемдесулер болатын еді мысалы қазір ондай сәлемдесулер өтпейді мысалы стоячий сәлемдесуді өткізу күннен күнге қиындау просто статичный сәлемдесуді өткізу бәріне динамика керек бәріне не керек мысалы ол адамның назарын ұстау өте қиын болып бара жатыр соған байланысты қазір әзілдердің де несі мысалы деңгейі өзгеріп жатыр әзілдер қысқарып жатыр қысқа әзіл қазір көбісі оны тычка дейді мысалы тычкамен көбісі нетеді тычка ол бірінен кейін бірі кеткен кезде сен оны есте сақтап тұра алмайсың оны қалай болғанның өзінде де ал бірақ ойып тұрып алып қалатыны болады мен мысалы жаңа айтып отырмын ғой енді абырой күлдірді бірақ абыройдың немен күлдіргені менің толық есімде жоқ толық мен мысалы сөзбе сөз қайталамайын деп мысалы енді бірақ одан кейінгі шыққан тұмардікі одан кейін тағы бір ойын өтсе де менің әлі есімде тұмар өте жақсы ойнады өте керемет енді өздерінің стилінде жаңағыдай бір бірін оскорблять етіп бар ғой и добивкамен оскорблять етеді ғой иә кім ана свит сияқты емес свит келді оскорбила не добивки не смешно и ушла да ал аналар прям по факту оскорбила түріне там сенің и соны тағы да қолданады жаңағы пистолет деген әзілдер бұл ана театрдағы Чеховтың қабырғада ілулі тұрған мылтық спектакльдің соңында атылу керек қой бұлардың жағдайында жағында болып шықты да тапанша соңында тағы бір атылғаны енді үлкен образ болмаса да бірақ әйтеуір рефрен есебінде келді ғой енді солай және соны дұрыстықты дұрыс қолданды көрдіңіз бе и оскорблениясы хоть анау жесткий оскорбление айтып отыр негізінде бар ғой былай ойлап қарасаң бірақ тәтті ма кәдімгідей кезінде Рүстем Елжанов айтушы еді кетіңдер мынаны алып тастаңдар деуші еді но ана қыздың анаған айтып жатқаны и ана қыздың оны қабылдауы онымен бірге халықтың қабылдауы өте бір жақсы тандем болып дұрыс кетіп жатыр да ал свит дәл солай үшінші топта айтады мен қарап отырмын келді не халыққа кірмейді не өздері тық айтты просто оскорбила мал ауру жармес ақымақ тупойсың болды мен кеттім давай болды осылай әсірелеу жүрміз условно айтқанда осылай болды жоқ шында да оскорблять еттің ба әдемі оскорблять етсеші тұмар сияқты вот тұмар күшті оскорблять пацанның сөзін қойды еске салып иә слово пацана көрінісі болды ну слово пацана осыған дейін көріністе болған жоқ действительно болған жоқ олар әкелді тұмар действительно ізденетін команда мен білмеймін кім авторы өздері жазады бәрі айтады өздері жазады дейді сосын бір қыз пародияға бейімділігі бар екен резко өтіп кетті соны дауыстап ол қыз жалпы барлық ойында еркін нұржанов ағамыз салады сондай пародиялар салады сонымен қазір әлеуметтік желіде де тұмар қатты танымал болып жатыр молодцы енді қыздар молодцы мысалы енді тұмар мысалы маған енді мен бірінші оларды осы бірнеше рет естіп жүрдім осы тұмар мысалы жерде тіпті Күмісайдың атын жатталып қалыпты мысалы маған айтылып жатты да мысалы енді
тем более сол Еркін Нұржановтың пародиясымен ол кіріп отыр да, мысалы бірінші бастап Еркін Нұржановтың пародиясымен алып алды да, мысалы бүгін әлі сол образды бәрібір келмесе де именно Еркін Нұржановтың пародиясына әкеліп бәрі олар былайша айтқан кезде өте қалай деп айтайын сіздерге, былайша айтқан кезде таза есеппен келатқан команда да. Оларда артық импульсивный ешқандай ештеңе жоқ. Оларда кәдімгі бәрі есепке құралған, кәдімгі команданың стратегиясы бар команда сияқты көрінеді маған. 21 команданың ішінде ең мықты болған Тұмар. Себебі мен мана айтып отырмын ғой, 21 команданың ішінде менің ойымша ойынға таза дайындықпен келген Тұмар болды. Себебі басы бар, аяғы бар, шашауы жоқ, ешқандай несі жоқ. Артық бір қимыл жасалған жоқ оларда. Бәрі уақытында шықты, бәрі нетті, ешқандай импровизге ешқандай ештеңе барған жоқ. Сол жерде отырды. Соның бәрін қойып кетті. Тіпті ең соңында Күмісайдың бейіне дейін мысалы сол ойластырылған нәрсе болды. Сол себептен де қайтып жатқан кездің өзінде де. Сол себептен де мен мысалы бұл ойында менде тек қана сұрақ жоқ, ою мәселе. Тіпті одан да емес, менде сұрақ Әділқазыларға. Неге абырой, неге Тұмар емес? Бал бойынша ма? Иә. Ойынды ол бәрі өтсе болды, әйтеуір істеп жатырмыз. Менде де осы жерде сұрақ қазылар алқасына. Неге ою, Қарабау емес? Егер Қарабау өз ұпайымен өткен кезде, мен өз басым оюды добирать етпеуші едім. Мысалға, мен қазылар алқасына отырсам, және Есен аға да сөйтіп ойлайтын шығар мүмкін. Мен ойымша мына жақтан бірінші топтан лайықты командалар көбірек негізінде. Мысалға мен қарап отырсам, оюда бағана бүйтіп келген кезде микрофонды жерге тарс ете қалды, ол көрерменге жаман естілді. Осындай заттар ескеріледі ғой Әділқазылар алқасының тарапынан. Біреуге біреуге жоқ. Ол әркім әртүрлі, мысалы. Эфирден ертең қиып тастайды, оны көрермендер күшті молодец деп айтады. Мен 21 команданың ішінде үздігі Тұмар болды дегенге келіспеймін. Сіздің ойыңызша? Бірақ мен кім болғанын да айтпаймын. Сонымен осы мен үздігі болды деген жоқпын, Мерей. Жоқ, мен сырмайтты. Мен айтым ең дайындалған, оны түсіндім яғни. Дайындалып келген команда. Сырмың сөзінен естіп. Мен айтып әзіл жағынан, жаңағы көрінісімен де, сәлемдесуімен де. Бұл команданы маусымның фавориті деп бекітіп тастасақ, қыздарды давлениемен давить етіп жібереміз. Жалпы қыздарды бекітуге болмайды ештеңеге. Өздері шешім қабылдасын. Соңғы рет 2010 жылы Еркетай болған қыздардың командасынан чемпион. Бұлар бұл историяны қайтып жазады деп ойламаймын, өз басым солай. Әлі уақыт керек. Көп. Ұпай сандарымен танысайық енді. Ұстаздар 4,6, бізде осы 4,6, Қарабау 5,2, Проект Есеу 5,4, Ою 5,6, Тұмар 5,6 және Абырой толық 6 ұпай. Бәрін өткізетінен бәріне 5,4 беремін де. Өте қиын группа. Өте қиын группа болды бұл дейтін кәдімгідей. Мен сол қызық енді сұрақ осыған орай, группаларды кім бөлді, қалай бөлді? Ол ойынға дейін болжау қиын ғой, білмеймін. Жоқ, үшінші топқа келейікші енді. Үшінші топта осы топқа қатысты назарыңыз, пікірлеріңіз қалып қоймасын. Іштеріңізде үшінші топқа көшеміз. Екінші топқа қатысты айтып жіберетіндеріңіз бар ма? Ең керемет топ. Жақсы. Үшінші топқа кірсеміз, Байғанин құрамасы ашты және олар секс-шоп ауылда көрсетті. Енді бірақ мен орташа бағалаппын, дегенмен сосын көріністері идеясы жақсы деп жазыппын. Бұл КПЛ туралы, Қазақстан футбол клубтары. Мен бастап айтсам, осы жерде көп командалардан, бұрынғы командалардың иісі шығады. Фемиданың, Атудың, мысалы Алмауының ойынынан маған Атудың иісі шығып тұрады мені. Прям пахнет Атумен. Сол сияқты міне Байғанинда былай жазып қойыппын. Азамат бар ғой, Фемидада Азамат ағамыз. Тура Азамат аға сияқты сөйлейді. Тура, подачасы да сондай. Жалпы бұл дұрыс па? Сол тура солай сөйлеген, тура солай берген, подавать еткен. Арман, мен саған айтайын. Бұл жерде бір мәселе бар. Ақтөбенің 95% Азамат сияқты сөйлейді. Ол Ақтөбенің сөйлеу мәнері. Ақтөбенің диалекті сол. Мен мысалы кеше бүгін қарап отырсам әлде бірінші ойында да, екінші ойында да, мысалы үшінші ойында да шыққан ақтөбелік командалар, 4 команда ойнады. Жалпы батыстан шыққан командалардың ішіндегі солардың бәріне қарап отырған ең басты кемшілігі, олар мына батыстың несімен экспрессивті өте тез сөйлеген кезде әзілдері сахнаға жетпей қалып жатады.
көрерменге жетпей қалып жатады, көрермен түсіне алмай қалып жатады. Кәдімгідей айтып отырмын ғой, ана жерде бір ойыңа ой келеді қарап отырған кезде, осыны не болса, эфир болса, кейін қарай атматат еді, тағы қарап жіберсем деген. Алдыңғы топтағы ақтөбелік бір команда мәртөктік бізде осыға қатысты бір ілтипатымды білдіре кетейін деп едім. Бұл негізі орыс тілді аудан. Қазақстан Ақтөбенің ең солтүстігіндегі қазақтардың үлесі 50%-дан жоғары екеніне күмәнданамын. Ресеймен шекаралас. Иә. Соның ішінен осындай ерекше стильмен, оныңша қазақ тілде біршама шұрайлы сөйлейтін команда, біршама респект білдіре кеткен. Байғанин КПЛ футбол идеясы жөнінде. Жалпы үшінші топқа келетін болсақ, үшінші топ ең нашар топтардың бірі болды. Ылғи однотипный команда болды. Менде соған орай редакторларға сұрақ. Мына жерде біреуді кәдімгідей алып шығу мақсат болды ма, әлде солай жребий тартылды ма, расстановка қалай болды? Мақсат болды ма? Осы сіздің неңізді басында скандальный заставка бар ғой, басында қысқасы көрсеңіз, соған қойып қоямыз ба? Ең басына. Жоқ, негізі бұл қойылатын сұрақ шынымен. Бүкіл однотипный команда. Қараңыз, Байғанин тұрады, чосонет кетіп қалады. Әдеби жігіттер тұрады. Бірақ әдеби сөйлейді, но кетіп қалады. Свит қыздар ғанақ дегені болмаса, то же самое. Алматы самовлюбленный анау екі бала. Бұлар жақсы негізі. Созақбай дәл солай. Джеки Чан Рахш дәл солай. И сонда дежавю плюс-минус сол. Классикалық команда. Лицосы бар команда ғой, опыты бар. Менде осыған орай сұрақ. Мұнда не біреуді мына жерден алып шығу керек болды ма мақсат, әлде шынымен екінші топтағы командалар жертва болып кетті ме? Менде осы сұрақ болды редакторларға. Байғаниннің футбол командалары туралы идеясы дұрыс шығар, негізі кәдімгі бұл жерде салмақты ой, бір әзілдері жеткіліксіз секілді болды. Подача жоқ. Әдеби жігіттер, кітаптар естеріңізде, кітаптың пайдаланылуы жөнінде. Онда ой терең дегенмен қалай сіздерге жалпы визуалдық тұрғыда? Бәрінде бір дейді, ауыз дәл соны киномен қойып тастады. Дәл соны киномен қойып тастады, жаңағыдай ауру деген кинолар дәл сол, тек қана кітап ауысқан. Кітап ауысты, иә. Кітапты неше түрлі нәрсеге пайдалану, жаңағы столдың аяқ астына қою, жырту, тағы басқа. Негізі енді өздерінің стилистикасы бойынша олар әдеби жігіттер болғасын, бір жағынан кітапты алғанда дұрыс шығар. Енді қараңыз, әдеби жігіттер өтті ғой мына топта. Бірінші топқа лақтырыңыздаршы, дәл осы расстановкамен екінші болып шықсын. Өтпейді ғой мыналар. Оның артынан әуезіп шықса үшінші болып еще. Тем более. Келесі команда Суит. Бұл жерде Медина есімді қыз полный Суитті алып шықты десек болады. Менің түсінгенім бүгінгі ойнаған жалпы үш топтағы қыздар командаларының ішінде Суит көңілдеріңізден шықпаған ау деймін, иә? Иә, бағаннан бері. Оюды менің көңілімнен шыққан жоқ, шын айтайын. Ою мен Суитті қойса, маған мысалы Суитті әлі іліп алатын бар. Оюда елеманды алып тастасаң жоқ. Иә, түсіндім. Мұнда Суитте біразын өздері үшінші маусым үшінші команда ғой, Таразда ойнады, Рудныйда ойнады. Тағы да ұрсама, Фемиданың еркек версиясы деп жазып қойып қыздарды. Жоқ, ұрыспаймын оның. Бұл жерде қалай Арман болған таңғалатын ештеңесі жоқ. Себебі олар қай өңірдің, қай лиганың именно сол жақтан шыққан қай команда бар. Мысалы енді Ақтөбенің ішіндегі қайнап отырған лига үшін Фемида оларда мысалы енді бірінші солардың несіндегі фавориттер бірінші сатылып шыққандары. Әрине Фемида олар үшін эталон болады. Болды. Бұларға қазір Еркетайды көрсетсең олар түсінбейді, не деп отыр. Еркетайды көрсең түсінбейді. Романды көрсетсең не деп отыр, маған өтпейді, мына әзіл деп айтады. Бірақ Роман Инстаграмға тіркелсеңіздер, Роман әзілдері өте қатты. Суит жауап беру, мектептегі бір қырсығып жауап беру, қисық жауап беру, бір сенсейлік мектепті көрсетті. Карате пацанмен әкелді ғой оның бәрімен де. Ну, ұпайы жоғары болды салыстырмалы түрде. Алмалы командасын өтуге болады. Осы топтың жеңімпаздары Нарцисс Фронтмен мен андай қойылым, қалай айтсақ екен, бәрін беретін күйеу. Ату ғой, атудың екінші варианты. Былайша айтқан кезде өздерін жақсы көруі, барлығы ату. Самовлюбленный жаңағыдай атудың Бурдашев болды ғой Россияда. Бурдашев прям четко беріп тастаған оны, бірақ та Наполеоны да келді де ол. Так, без меня здесь ничего не получается. А мында кішкене более андай лояльный версиясы болды. Одан артық түкте емес. Мынау да стоячий обычный. Енді әзіл өтімділігі бойынша маған ұнады, Алмалы осы ойында. Мына топты ұнады. Бұны басқа топқа лақтырсаңыз өтпейді. Екінші топқа лақтырыңызшы, өтпейді, шын айтамын.
Сосын көрінісінде білесіздер ғой жаңағы ауруханаға барып бәріне соңында өзі жоқ болып кететін күйеу. Білмеймін оның астарында әлде қайда терең ой жатыр ма, жоқ әлде жай ғана донор деген не болды ғой, иә, донор деген Иә, көрінсе. Соңында донор деген кезде бір донор әкеліп салып, сол жерден бітіре салу керек еді. бір минут бар ғой. Өтірік мына жерде сахнада жүріп текет қалды. Вот реально бар ғой. Менің алдымда отырған адамдар дежавюға дейін ұйықтап отырды. Жанымда Нұр деген команда болды ғой кезінде, есіңізде ме? Вице-чемпиондар Джонни отырды да. Маған сахнада болып жатқан нәрсе уже қызық емес. Мен мына кісі сол жағымдағы кісіні қарашы дейді. Қарасам змейка ойнап отыр, рекорд жаңартып отыр. Алдымдағы кісілер ұйықтап отыр. Мен неге айтып жатырмын, бұл топ ең бұны қитсайтын шығарсыздар, иә. Алдымдағы кісілер ұйықтап отыр шынымен. Біреуі жай екеуі отыр, общение жасап отыр. Заставкасына тұрады десе, видеоның басында. Сол ғой, менде осыған орай бас сұрақ деп отырғаным сол ғой. Неге мына топты сондай әлсіз қылған, әлде мына топтан біреуді алып шығу керек болды ма, мақсат па? Білмеймін, маған Алмалы құрамасы ұнады, және үшінші топ бірінші топтан кем емес секілді көрінді. Бірақ енді әркім сезім әртүрлі. Созақбайға өтуге болады, немесе Алмалы жөнінде жалғастырсақ? Созақбайға өте берейікші деп айтады дейді. Себебі Созақбайды өткетсек те болады. Олар миллионер из трущоб, Созақбайдың адамы деп, иә. Ну, одан басқа не болды? Сіз жазғаныңыздан қарап отырсыз. Сауатсыздық туралы одан миниатюралар. Қаншама реквизит әкелді. Қаншама реквизит. Индусты алып келді, тиктоктағы бар нәрсені алып келді. Соны алып келді. Одан кейін мамасының туған күнімен құттықтап жатқан сауатсыз балалар. Добивка қайда? Күлкілі жер қайда? Иә, басында объявили, күлкілі, арғы түкте жоқ. Жалпы қазіргі жайдарманшылардың ең басты проблемасының бірі сол. Әзілдің өзі жақсы болады, идеясы керемет болады. Бірақ добивкаға келген кезде енді 80-90 деп айтпай-ақ қояйын, 70% әзіл жоғалады. Созақбай өздерін жоғалтып алған, олар бір маусым бір Алмалымен бірікпеген кездегі Созақбай өте мықты Созақбай болған. Бірақ бәрібір Созақбай Джеки Шаңырақтан мықтырақ болған сияқты. Бәрі салыстырмалы ғой бұл өмірде. Салыстырмалы түрге Джеки Шаңырақтан мен мысалы біраз нәрсе күттім. Себебі Джеки Шаңырақты мен бұған дейін көрген жоқпын, бірақ фронтменнің алдында спецпроективнен көз тимесінен өткен чемпиондар кубогында Самал-3-ке қосылып ойнағанын көргем. Самал-3-ке қосылып ойнаған кезде ол жанды анап алады дейді ана жақта. Кәдімгідей шынымен айтып отырмын ғой, ол керемет келді. Покажи мне своих друзей, я скажу, кто ты дейді ғой. Сондайға келді да, мысалы. Бүгін есте қалатын екі нәрсесі Астананың Шымкенттің орнына қою керегі, жаңа мақал болсын, басқа болсын, не нәрседе Астана шығады. Екіншісі енді біртүрлі көрініс ашығын айтқан кезде. Сериал. Көзге шөп салатын құлпынай деген сияқты. Ол тиктоктағы бар нәрсе. Солай. Қасқыр мен қоян, аю мен түлкі. Тұнсы хуруларды айтып жатсыз ғой сіз? Жоқ. Ол кәдімгідей бар нәрсе шынымен. Ол тиктокта жаңағыдей, милый, я хочу от тебя ребенка дейді. Орысшасы бар кәдімгідей. Қарасаңыздар, артығымен шығады олар. Балерина капучино солар. Соны просто шоколад пен клубника деп алып келді. Блин. Сіз жаңа айттыңыз ғой, Созақбайда да тиктоктағы әзілдерді әкеліп қайтап айтты деп. Бұны да тиктоктан алып тұр ғой енді мысалы. Демек, ол Шымкент филиалының редакторларына үлкен сын және де жұмыс. Жоқ, тиктокта алуға болатын жер ғой негізі. Мәселе қалай әкелуде ғой. Ол да бір. Келесі команда біз Дежавю бүкіл залды оятты. Сол кезде ойын басталды, өкінішке орай олар кетіп қалды, сахнадан ойын бітті. Дежавюда ең ұнағаны ана стяжка жасап жатты ғой мына жерде. Реквизит көп келді де, қалай әдемі көрінеді. Мен мысалы қатты күлдім сол әзілге. Дежавю бұл топта жалғыз кәдімгі классический КВН ойнаған команда. Қалғандары пытались. Тәжірибелі команда ғой. Стендап болды да, в общем, Нұрлан Сабуровтың условно айтқан кезде. Бәрі разогревқа келді, Дежавю келді, как Сабуров выступать етті. Мақтап телефонын алып алатын бала, барлығының телефонын тартып алатын бір, өзбектердің паспортын тартып алатын прорабтар сияқты, сол бас фронтмен рөлі. Сосын Гектор деген гректің ежелгі мифологиялық батыры, осы сөз Гектор деген есіммен нағашы деген сөз бір жерде болады деп ойламаппын. Гектор және нағашы деген сөз елестетсе бір тіркестің ішінде жүрсе. Ол балалардың қиялы, өзінің балалар соны әкелді, үй тапсырмасы қылып, көрініс қылып. Жоқ, және ол мысалы Гектор мен Гектордың нағашы деген кезде де, Гектордың нағашы деген кезде ол қалыпты жағдай ретінде қабылданды ғой.
Ол негізі образ, бұрынғы образ. Франкманның образы бұрынғы нағашы ғой, құрылыста ұрысатын. Жоқ, даже мысалы былай айтқан кезде ол нағашысы шықпай тұрып, ол түсінікті болды. Ол сол шығатын түсінікті болды. Мысалы бірақ енді Гектордың нағашысы деген кезде ол не ол деген әңгіме туындаған жоқ. Елестеткен кезде себебі олар ана бір неге келтірді, мысалы команданың мысалы мен енді мүмкін олар үшін сәйкестік шығар, маған үшін мен үшін ізденген сияқты болды да, себебі олар мысалы сол неден Одиссея келген кезде де көп жерлерде мысалы солай болды ғой. Гектордың жаңағы өзінің әкесі емес, оның жаңағы аға бір дядясы дейді, не дейді, сондай нелер көп келеді да. Мысалы соны білген адамға қарағанда мысалы ол тұрды да, ол қалыпты жағдай есебінде, мысалы мынау қазақи адамдарға нағашы деді да, ұра салып болды. Сонымен әкеле салды. Просто и все болды. Сонымен анасының туыстары бар ғой енді, бірақ қазақша мәнерде қызық естіледі, күшті естіледі. Сондай қылатын. Соған келтірді, мысалы оны әкелді, үстінен әкелді, тіптен оны бері қарай әкеліп ана нағашысымен әкелген кезде оны просто жауып тастады, болды. Менің ойымша үшінші топта біреуді алып шығу керек болды. Мен осындай ойға келдім. Себебі мынандай слабый қоямыз заставкаға, осы тіркесіңізді қоямыз. До конца айтайын, ол солай. Менің ойым емес, ол жанымда отырған тағы да ардагер жайдарманшылар болды, солардан да походу солай, білмейміз. Негізі ол үлкен қате, себебі екінші топтың командалары действительно мясоға кетті. Эфирді көрсеңіз, өтініш ұстаздар, Ана Уайт, сосын Ембі Ақтөбе. Осы үш команданы резерв ретінде қарастырып, келесі турға шақырсаңыз. Егер біреу дайын болмай жатса, жаңағы үшінші топтың командалары однотипный ғой, қайтесіз оларды алып? Осылардың біреуін алыңызшы, күлкілі негізі. Сіздің теорияңызға салсақ, бұл топтан өткендердің ішінде төртінші болып өткені сол бола ма? Онда ол әдеби жігіттер. Жоқ. Ал егер үшінші болса, онда ол Суит. Жоқ, міне Рамазан айтты ғой, мына топтан үшеу өткізейік деді. Басында. Бірақ ол оған байланысты айтпады, ол командалардың орташа. Сол кезде үшінші топта да жюриде Рамазан отырса, Қазылар алқасында, Рамазан тіпті айтып еді, бірақ командан өткізейік, болмаса екеу деп. Менің ойымша сол. Егер де ұпай көрінсе, біреуін тек қана самал үшін өткізіп қана қою болады. Ұпайға дейін айтып еді, ойынды көріп айтып еді. Ұпайға қарасақ. Ұпайларын айтып шықсаң, үшінші топтың. Бұл жерде үшінші топтың ұпайлары жазылмаған менде. Телефонда. Бірінші орынмен бұл жерде Алмалы өтті, 6 ұпай. Екінші орын Дежавю 5-8. Екеуі енді ойынның жеңімпаздары екені түсінікті, бірақ реттілігін білмедім. Үшінші болып Суит 5-6. 5-6 Суит. Жоғары өте ұпай. Және төртінші жолдама, енді бұл топта төртеу өтетін болғасын, тек қана 5 ұпаймен әдеби жігіттер өтті. Мен осы сұрақ менен өте мысалы өткенде мысалы Тұмардың ұпай саны. Тұмарда 5-6. Салыстыруға келмейді ғой. Тұмар 5-6, Суит 5-6. Суитті тіпті бірінші топта қыздармен салыстыруға келмейді. Кім еді? Ана Уайтпен. Ою да 5-6. Ою да 5-6 мысалы қарап отырсаң. Үш қыздар командасы 5-6-дан. Вообще қате нәрсе. Математически қате. Залдың қателігі ғой. Залдың реакциясы. Енді қорытындылайық. Залдың реакциясы деген кезде осы жерде келеді. Халық айтса халық айтпайды. Қазылардан көрейік одан да. Халық айтса халық айтпайды деген кезде мысалы кезінде Рамазанның әзілдері трендке айналатын маусымда мен байшыққан кезде 2012 жылы мен залда көрермен болдым. Залда көрермен болып отырдым. Ол кезде сонымен отыратынбыз. Сол кезде біздер енді талқылап отырған кезде қасымда енді жайдарманға жақындығы бар, жайдарманды ойнаған, бірге жүрген жігіттер болады. Сол кезде отырған кезде нағыз не болатын еді. Сол кезде енді біріншіден рахметім сол кездегі Әділқазақ төрағасы болған Мәди Манатбекке. Ол интеллектуалды әзілдің несін көрді де соған кетті. Сол кезде мысалы қазіргі тілмен айтқан кезде жюриге қатысты хейт өте көп болды. Мысалы экспресс, Ақтөбеден экспресс келеді, экспресс ойнаған зал сілдедей тынып ештеңе күлмей отырған кезде жюри оған жоғары қояды. Экспрессті құлағынан тартып шығарып атыстар деген үлкен нелер болды. Бірақ оған қараған жоқ. Бірақ сондай бір әңгіме, бір ойын болып отырған кезде себебі сол кездегі Рамазанның әзілдерін мысалы енді өзімізді интеллектуал деп есептеп жүргеннің өзінде де мысалы оның бірінші әзілі ол үшінші әзілін ойнап жатқан кезде жететін кездер болды.
шынымен жаңағыдай оның әзілдеріне ойланасың шынымен. ойланасың кәдімгі. Бізде тіпті ол кезде біздің редактор Рүстем Елжанов ағамыз ғой, ойыннан кейін шықтық та, бір тур бітті, 1:8 бітті, біз ұшып барамыз, резервтеміз. Сол кезде Рүстем Елжановпен былай бірге тұрмыз да, киімдерді алып. Сол кезде Рүстем Елжановқа айтқам, маусым чемпионы экспресс болады деген. Сол кезде айтқан, жоқ, Ромада, ол кісі айтқан маған, жоқ, Ромада багаж бітті деген. 1:4 ойнайды, багаж бітеді деген. Мен айтқам, жоқ, ол чемпион болады. Себебі мен көрдім, ол қалай әзіл жазып, еңбектенетін бала екен. Мен бірге онымен пәтерде бір маусымда чемпион болды. Сол ана қазір Жайдарманда немесе жалпы желіде әзіл бар ғой. Сол қазылар мен сана биігінде жолыққан болып тұр ғой Рамазан сонда. Сондай болып тұр да, бірақ сол кезде мысалы залда отырған кезде бір рет осындай бір шамалы диалог болып қалды да. Содан барып не болды? Рамазан ойыны болып жатыр, Рамазанның ойыны енді халыққа өтіп жатқан жоқ. Ана жақта бір рет болып отырған кім бар? Алма, Аршат, біздер Маралбек бәріміз отырамыз да. Біздер ана жерде 11-ші рет отырып алып жыртылып жатырмыз ана Рамазанның ойынына. Содан отырамыз да, содан отырып жатқан кезде әңгіме болды да, содан барып мынау неге түсінбейді дейміз да, халық түсінбей жатыр, халық әлі Рамазан мүмкін сезонға ерте келді ма деген әңгімелер келді да. И сол кезде мынандай әңгіме туды. Егер осы арқылы неге біз неге Жайдарман көрерменнің жетегінде кету керек? Наоборот, Жайдарманшылар көрермен тәрбиелеу керек деген, көрерменді осыған үйрету керек деген. Сол кезден бастап туындады да, содан барып. Және оның көрінісі болды. Қалай Рамазан чемпион болды, 2013-тің маусымына практически 90% команда әйтеуір жүрдім, бардым, әйтеуір мына жерден шығарып интеллектуал әзілдер әкелді. Оған дейін шынымен де кәдімгі ана жаңалық көре бастады. Адамдардың дене ғұрпының несі, кемшілігін нету, сондайға сайық мазақтыққа кеткен әзілдер белең алып кетті. Оны расын мойындау керек. Ол болды, жеңілдікке кетіп қалдық. Солай келеді, мысалы, қазір де тәрбиеленетін шығар, мысалы, қазір соған келген кезде. Біз неге Жайдарман естелік деген жаңа подкаст ашпаймыз? Әйтпесе, біз мысалы тарихқа жиі барып, еске түсіріп отырсыздар да, ол жақсы нәрсе, тенденция, салыстыру деген секілді. Сол ұнап отыр. Талпаған кезде не болды ғой, кезінде 2002 жылы Амиктің 40 жылдығына оларда кәдімгі целый серия не жасаған, хронология сияқты қалып. Қандай нелер болды? Жылнамасын, жылнама сияқты қалып. Неге болмаса, идея? Негізі бүгінгі ойын бойынша, бүгінгі жалпы жиналып отқан себебіміздің үш ойын ғой, сол үш ойынға келетін болсақ, менің ойым бірінші топ орташа топ, екінші топ мясо, бәрі өте жақсы, үшінші топ ең нашар топ. Біреуді алып шығу керек болды менің ойым. Айтарым осы, редакторлардың құлағына үлкен алтын сырға. Жақсы түсіндім сізді, үшінші топқа қатысты ойыңызды. Бірнеше рет айттым. Құлақтарына үлкен алтын сырға, олай істеуге болмайды. Және де менің Есен ағадан өзім үйленген адам ретінде сұрайтыным, анау айтты өткізіңізші, ұстаздарды өткізіңізші, кішкене более взрослый. Мына 19-18 жасар бар ғой, балалар отырып сағыз шайнап деген поколениядан арылу керек уже. Бұл действительно кішкене взрослыйға өту керек. Біз бармыз, біз кеткен жоқпыз, біз осында жүрміз, тіпті алдан ағаларымыз отыр, бағана Алмас ағаларымыз да отыр, бәрі келіп отыр әлі. Ешкім кеткен жоқ Жайдарманның. Андай тенденциядан арылу керек. Жайдарман жастардың ойыны емес, Жайдарман барша көрерменнің ойыны, үлкен кісілердің ойыны. Және де партерді менің ойымша костюм шалбармен толтыру керек. Бейсболка толстовкамен емес, костюм шалбармен. Біз мәдениетті әкеу керек. Жақсы киініп келіңіздер, әйтпесе билетажға кетесіздер. Үлкен рахмет. Расымен де сырымның айтқанымен толықтай келсем. Әрине енді ол редакторлардың мысалы біреуді өткізу керек болды деген неме, мысалы енді оны ешкімнің ішіне кіріп шықпағаннан кейін айта алмаймын ғой. Бірақ жаңағы айтқанда сөзімнің ең басында айтып кеттім. Егер расстановканы редакторлар қоятын болса, бұл жерде редакторлардың үлкен жауапкершілігі туындайды. Және ол жауапкершілікті міне осы үш ойыннан ақ көріп отырмыз. Ойындар біркелкі болмады. Командалар үшін, кейбір команда үшін обал болып қалады. Мысалы енді Есен аға енді қазір біздер ананы алғаныңыз дұрыс, мынаны алғаныңыз дұрыс, мынаны қараңызшы деген әңгімені айта аламыз. Бірақ шешімнің бәрі қабылданатын сол жерде, одан енді ол өз шешімін өздері шығара жатады деп ойлаймын, ұйымдастыру алқасы. Ал жалпы алған кезде маған ұнағаны осы үш ойыннан Жайдарманда
жақсы бір ұрпақ алмасу келе жатыр. Бір өлера кезең басталды. Өлера деп айтуға енді мен қимай тұрмын. Ұрпақ алмасу дейін бір өзіндік революциялық бір жаңа деңгейіне көтеріп келе жатыр. Яғни жайдарман тірі, жайдарман әлі де өседі деген ниетпен тып-тыныш қана үміт болды. Енді осы орайда соңғы сұрақтардың бірі болсын. Жалпы қазір жекпе-жек форматынан арылып классикалық КВН-ді әкеліп жатыр жайдарман. Бір күн өздеріңіз де оралтып жатыр дейік. Иә, оралтып жатыр. Сәлемдесу плюс көрініс болды мысалы. Енді сіздердің ойларыңызша осы командаларды классикалық үлгіге әрмен қарай жақсарту үшін, жақсы сайыстарды әкелу үшін қандай сайыстарды енгізген дұрыс келесі кезеңдерде? Бұның қазір жауабын нақты ала алмай отырмыз. Рамазан ағамыздан да ала алмай отырмыз деген сияқты. Енді біз қазақша әзілдейтін адамдар, біз не сәлемдесу, көрініс және биатлон ғана ойнап үйренгенбіз. Иә, осы үш сайыс классика сайыстар. Сәлемдесу ол әрине. Сосын музыкальное домашнее задание дейді ғой, МДЗ. Сол дұрыс нәрсе. Үйренсін командалар, жанды дауыста өлең айтып үйренсін. Және де плюспен емес, плюстың бәрін алып тастау керек, тек минусовкамен. Командалар соны үйрену керек. Бұл үлкен сахна, бұлар да әртістер. Демек, сіздің ойыңызша бір әуен аясында сайысына әкелу керек, Ол финалда болады. Но қазір МДЗ-мен ғана можно ограничиться келесі турда. Сіздің ойыңызша? Мысалы, бұл жерде қалай деп айтайын сіздерге? Жалпы жайдарман ретінде қарайтын болсақ, жайдарманның өзіндік ең бастапқы жайдарманның КВН есебіндегі идеясына келетін болсақ, бірінші бұл ұтқырлық пен тапқырлық, бұл ойынның ең басты идеясы. Ол жағынан келген кезде міндетті түрде қайтып келу, оралу керек конкурстар, ол ширату мен биатлон. Бұл жерде ширату мен биатлонда, биатлоннан бұрында ширатудың өзінде команданың жалпы КВН тұрғысынан команданың неге, что из себя представляет, деңгейі, потенциал көрінетін. Импровизация, таза импровизация. Премьер-лигада болды ондай, міне жақында, финалда. Мен осыған келсем. Мысалы, соған әкелуге керек болар еді. Бірақ мен түсінем, екінші жағынан, енді бұл коммерциялық жоба болғаннан кейін, бұл жердегі бұл теленұсқаның ары қарай сатылуы, рейтинг жинау деген мәселе болады, сол себептен де. Бірақ енді не үшін жайдарманшылар целый, мысалы жайдарманшылардың тұтас бір креативтің армиясы тұрғанымен, не үшін одан осыны бір шоу деңгейіне шығаратындай бір жақсы бір дүниеге келтірмеске? Мүмкін тап классикалық түрінде келмес, мүмкін бір басқа бір түрінде келер. Бірақ именно импровизацияны қосылатын, командалардың осы бір қысылтаяң жерге әкелдіретін, командаларды ойлауға жетелейтін, өте дұрыс айтам, командалардың жан-жақты бүкіл таланттарын бәрін ашатын конкурстар келу керек. Сол себептен де себебі менің өзімнің ойнаған кезде, менің ойнаған командамның басты конёгі біздерде ширату, биатлон және сәлемдесу болды. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы бізде өмір бақи ақсаумен өтті, мысалы. И оған келіп қараған кезде қазіргі формат болатын болса, мысалы сол кездегі біздерде осы қазіргі формат болатын болса, сөзсіз мен чемпион болып жүретін едім деп ойлаймын. Енді үміт қой әрине, өзімше. Мен де нарциссизмді көрсетейін шамалы. Алмалдан кем деп айтты дейді. Содан барып, мысалы, ал қазіргі, мысалы, сол себептен де, мысалы, ал қазіргі форматқа келетін болса, мүмкін ұлттық құрама, мүмкін әлі бағашылмаған болар еді, мысалы, Казгу. Себебі не жоқ? Сіздер бүгін үшінші топтың ойынын қарайтын болсақ, сіздер фаворитсіздер ол жерде. Сіз олай түсірмеңіз, бұл кісілер ол кезде екінші орын алған команда ғой енді. Жоқ, сол юморда чемпион деген сөз ғой, екінші орын деген. Сонымен келтіріп отыр. Тамамдайық? Қорытайық, классикалық спортшы айтпақшы, неге жасамасқа деп жатыр Алдан мырза. Біз сіздерді нақты екеуіңізді алдағы үшінші кезеңнің талқыларына да шақыруға және жалпы жиі шақыруға тырысамыз, өткір ойларыңыз үшін. Сіз сарапшы есебінде Арман мырза жақсы қосылып тізгінші болып отыр. Құрметті көрермендер, бұл жалпы Freedom Up және YouTube жобасындағы Freedom Up және YouTube-тегі осы жайдарман жобасының ойындарымен қатар параллель көп ұзамай осы жайдарман талқы YouTube-қа үнемі шығып отырады. Келесте көріскенше аман сау болыңыздар. Жайдарманмен бірге жайдарман талқында қарай жүріңіздер.